құрметті ұстаздар мен студенттер. Біз АК-201 бюджет тобының сыбайлас жемқорлық қарсы видеоролигімізді ұсынамыз. 1989 жылы әлемнің дамыған 37 мемлекетінде бизнестегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу жолындағы конституциясына қол қойды. Қазақстан осы конституцияны қолдана отырып 1998 жылы 2 шілдеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жолында заң қабылдады. Жолдауында заңды бұзған екенсің, оның баптарына сәйкес жауапқа тартыласың дейтін нақты ереже бар. Ендеше жемқорлықты жоюды мақсат еткен сот жүйесі де жолдауда белгіленген тапсырмалардың шындыққа айналып, заңнамалардың талапқа сай орындалуына мүдделік танытуды міндетті деп санайды. Дегенімді әсер елде тұраммен, білдіреді сөзім жүр әнмен, жолмен елбасының жүрейік, жемқорлық жол жоқ деген ұраммен. Сақ елі байтақ болсын десеңіз, жемқорлығын жолын бірге кесеміз, сонда ғана жер гүлденер ел болып, сонда ғана шарықтаймыз өсеміз.